Фариза Оңғарсынова жетімнің монологы. Базар іші дуылдап тұр. 12-13 жасар бала месхаран саудагердің алдында қуырылған құс етіне өзінің тарамыс қолдарын созып еді, анау бірден байқап жиіркенішпен итеріп жіберді. Мен сонда жерде құлап жатқан баланың көзінен мынаны оқыдым. Адамдар, қаталсыңдар, қаталдықтан әлағзар татарсыңдар, жалғыздықтан зарығып ашынғанда мен сендерді асылдар дебем. Жоқ, тас екен жүректеріңде, шыншылдық деген жоқ екен тілектеріңде. Өздерің оны көлгірсіп жасырған менен, мейірімге сараңсыңдар, түбі содан жазымда табарсыңдар. Бір жолы көз қарастарыңа зарыққанымда, соның өзі бақыт қой қамыққан ұлға. Найзағайдай атқылап жанарларыңда, бір жола сөніп үмітім балаң жанымда. Жыртқыштар қамап алғандай тарықпадым. Әділеттен жұрдайсыңдар, тақсырет тартпай бір тынбайсыңдар. Жала тартып сендерге жүгіндім барып, тасын сендеріңнен түңілдім налып. Тағдырым менің титте де елеңдетпеді. Бейжайлықтарын қорқытты кереңбеттегі. Мен емес, мына сендер екенсіңдер бүгінгі қарып. Адалдыққа тапшысыңдар, әрине данышпансығанда жақсысыңдар. Өзгенің қасіреттеріне қарайсыңдар, қалайша есінеп мүлде. Біреулердің көзінен жас кетпеді.